Сәлем достар, сіздермен бірге Абылайхан. Бүгін біз видео түсіретін боламыз. Майнкрафт 2-ші бөлім достар. Ары қарай біз жалғастырамыз. Достар, мен мынандай сіздерге жаңалық айтам. Мен Жигулимен Тойотаны да сатып жібердім. Неге дейсіздер ма? Ол Тойота мен Жигули маған қатты ұнаған жоқ. Сондықтан мен зор бір көлік алдым. Айдауға да, жарысуға да болатын. Спортивный түрлері қымбат екен сәл. Достар, жылқылар. 2 жылқын сатып алдым Жигулидің бағасына. Неге дейсіздер ма? Жылқы бізге өте қажет. Неге дейсіздер ма? Менде жаңа қонақ. Ринат. Просто бүгін 2-ші бөлімде түсіріп алайық. 1-ші бөлімде түсіріп алайық. Біз ютубтан ашу керек екен. Сондықтан жаңа көрермен болған негізі жазушым. Достар, сіздерге бір нәрсе айтып кетейін. Жазылып отырыңдар, құр қарамаңдар. Менде 4-ақ подписчик, 4-ақ байлаңдар. 4-ақ. Сендерде сондай болса мен жазылатын ем негізі. Сондықтан жазылып отырыңдар. Елка өзінен өзі шықты. Жерді регистрация істеп шыққам. Елка шықты, мынандай бірдеңелер шықты сосын. Бұзбай-ақ қояйын дедім. Сосын жаңа жылдарыңмен комментарияға бір-бірлеріңді құттықтап жіберіңдер. Достар, мен осындай көлік алдым, өзіме ұнайтын. Негізі достар, мен ана Жигулиді номерін осыған ауыстырып алу керек еді. Қанша? 107 або деген номер салғам өзім соған. Соны ауыстырып алу керек еді. Мынада кәдімгі дискалар емес, бұда андай баллон ғой, зимний баллондар, родной баллондар. Баллондар салынған екен. Өте қымбат бағасы. Тойотадан 2 шығады почти ана Тойота. Зор қалдым өзіме. Легенда нелер екен. Девятка насында ғой. Девятка ғой, короче. Девятка насында достар, алдыңғы бөлімдегі адамды жоқ достар, мен сендерге не айтып кеттім. Алдыңғы бөлімде мен өзімнің ютуб хаузынан көшіп кеттім. Неге дейсіздер ма? Болмады ол жер. Неге дейсіздер ма? Ол жерде көп үйлер болған жоқ, ешкім көшіп келген жоқ. Сондықтан осындай жерге көшіп келдім. Өзім қалауымша келдім да. Ютубқа тіркеліп отырыңдар, құр қарамаңдар. Лайк басыңдар. Лайк жинайық бізде. Мына жерге сол Ринат көшіп келетін болды өзінің көлігімен, өзінің. Ол бай кісі, бірақ білмеймін неге мынандай үйде тұрайын. Сондықтан достар, лайк басыңдар. Не істейміз бүгін? Мен сендерге айтпақшы. Бүгін ешқандай оқиға болған жоқ. Осылайша қыдырып қайтамыз. Жаңа жылға кинотеатрдың ішін қарап шығайықшы. Әлі көрмеппін ше. Көлік негізінен сыртынан айдағанша, ішінен айдаған дұрыс сияқты ғой. Мына кинотеатр. Мына жерде әшейін телевизорлар, мына жерде кіргізет, билетпен кіргізет, мына жерде күтесің адамдарды. Кинотеатр. Мына достар, осындай кинотеатрдың несі, студиясы. Осындай жерлерде отқаннан айт маған. Киноны көре аласың былай. Мына киноның бастығы Ринат қой, мен өзімнің көршім бастық. Сондықтан мен тегін кіргізет бұл.
кіре бер деген маған, өзің кино көре бер, билет алып деген. Сосын достар, жаңа сонымен кездесем, мына жақта әрине мектеп бізде. Мектептің іші алдына ештеңе қоймапты. Бұны болса ашып қояйық, кіретін ғой. Мына осындай. Мынандай қойыпты. Мына компьютер, мына жерде күтесің. Мына жерде бөлмелер. Мына жерде адамдар отырады, мына жерде емдейсің, палата деген ғой, емдейсің дейтін ғой. Мына жерде енді емдейсің. Мына жерде заттары болмайды екен. Емдейсің. Достар, мынау бағана елкін өзім жасаған жоқпын. Просто андай шығып тұрды да менде, осындай жерлер шығып тұрды. Соны не істепсің едім. И сосын скен қосам, достар, әлі алда просто регистрация жасадым Майнкрафтқа. Сондықтан осындай өкіттен қараңдар, достар, артында бүкіл нелері зор машина, Ал енді жапсақ міне. Жапсақ осындай. Осындай көліктер бар. Сатып алыңдар өздері. Сатып алыңдар дейтін. Алыңдар, мен осының списін қойып қойдым, атын видеоның жанына. Бірінші картасында болады. Мына жерде негізі басқа бірдеңе болу керек. Жигули менің нервыма шығып кетті. Қатырлай береді, ана Тойотада қатырлай береді. Видеодан қараңдар, қатырлай береді. Алып оны. Қатырламайды екен енді. Деп жүреді екен. Салон жоқ қою керек еді. Арты салон. Деп сұрт қояқ. Шығайықшы. Онда сұрт қояқ. Машинаға жақсы қарау керек енді. Бұзылып қалса жаман да. Багаж жағынан ашылады. Негізі багаж мына жақта міне ода. Бірақ фараның ответі болады. Бірақ сондай болады. Мына ағашта үзіліп қалыпты. Картаға регистрация жасағам. Сондықтан осындай оқылды. Достар, айтпақшы. Мыналарға ештеңе болмапты, әлі аттар жүр. Мен ат алғаным дұрыс болды. Көп қонақ келеді. 2 талдың, 2 аттың. Сосын не істейміз мұны? Бордақлаймыз. Сосын еттері шығады. Еттерін біреуін сатамыз, ақша алып. Екінші машинадан. Сосын екіншісін Ринатқа асып берем. Короче, достар, осындай аз ғана минуттық видео болды. Осымен біздің видео аяқталды. Сау болыңдар, арнаға тіркеліңдер.